Сіз қандай ботқаны жақсы көресіз? Неге ол ботқаны жегіңіз келеді? Сіз ботқаның денеңізге пайдасы мен зиянын білесіз бе? Бұл маңызды сұрақ. Өйткені әртүрлі дәнді дақылдардың тағамдық құндылығы бірдей емес. Бүгін біз ең пайдалы және ең зиянды ботқалар туралы айтатын боламыз. Сондай-ақ оларды дұрыс дайындау тақырыбына тоқталамыз. Өйткені ботқаны дұрыс дайындау маңызды. Неліктен ботқа жеу керек? Ботқа ақуыздардың, көмірсулардың және витаминдер мен минералдардың тұтас жиынтығы болып табылады. Ботқаны басқа өнімдермен салыстырғандағы басты ерекшелігі ботқалар ішек жұмысын қалыптастырудың маңызды құралы болып табылады. Сондай-ақ ішек микрофлорасының қалыпты жұмысына ықпал етеді. Дәнді дақылдар калориясы мен тағамдық құндылығы жағынан айтарлықтай ерекшеленеді. Өзінің салмағын, фигурасын бақылайтын адамдар ботқаны көп жейді. Пайдалы ботқалар. Кез келген дәнді дақылдардың құрамында дәрумендер мен минералдар бар. Сондай-ақ олардың барлығы клетчаткаға бай. Пайдалы дәнді дақылдардың арасында бірінші орында тұрған ол қарақұмық. Қарақұмықты қант диабеті және созылмалы аурулары бар адамдарда қолданылады. Өйткені қарақұмықтың құрамында глютен жоқ. Қарақұмықтың құрамында магний мен темір көп. Айтпақшы, қарақұмықтың калориясы аз. Артық салмақпен күресетін адамдар үшін қолайлы. Ең пайдалы ботқалардың екінші түрі сұлы ботқасы. Барлық дәнді дақылдардың көп пайдасы бар екенін ескеру маңызды. Сұлы ұзақ пісірілсе пайдалы болады. Дәнді дақылдардың құрамында дәрумендер мен микроэлементтер, сондай-ақ клетчаткалар бар. Сұлы ботқасы ішектерді токсиндер мен холестериннен тазартады. Сұлы майында глютен көп. Бұл гастрит немесе язвасы бар науқастар үшін өте пайдалы. Глютен асқазанның қабырғаларын қоршап, олардың тітіркенуіне жол бермейді. Бірақ сұлы майын суға қайнату маңызды. Сүтте қайнатылса ол өзінің қасиеттерінің едәуір бөлігін жоғалтады. Үшінші пайдалы ботқа арпа. Бұрын арпа ботқасы өте танымал болды. Келесі пайдалы ботқа тары ботқасы. Ол ішектерді өте жақсы тазартады. Тары ботқасын үнемі қолданған кезде ол қан тамырларын нығайтады және жүректің жұмысын жақсартады. Алайда бұл ботқаны панкреатит пен қант диабетімен ауыратындар қолдана алмайды. Себебі оның құрамында полисахар көп. Жүгері ботқасы соңғы жылдары танымал бола бастады. Оның құрамында баяу көмірсулар көп. Бұл ботқа энергияның ең жақсы көздерінің бірі. Сонымен қатар, жүгері жармасында магний, калий, А және Е дәрумендері бар. Жүгері ботқасын жейтін адамдарда қалыпты холестерин деңгейі және сау жүрек болады. Құрметті достар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Мен сіздерге көмектесемін. Денсаулықты нығайту туралы пайдалы ақпараттарды үнемі шығарып отырамын. Маңызды ақпаратты жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қойыңыз. Зиянды ботқалар. Қандай дәнді дақылдар бізге зиян тигізуі мүмкін? Видеоны соңына дейін қараңыз. Бірінші зиянды дәнді дақыл бұл күріш. Күріштің құрамында зиянды заттар жоқ. Мәселе мынада, оның ағзаға пайдасы өте нашар. Сондықтан күріш калорияның бос көзі деп аталады. Ұнтақ жармасы, яғни манни кашада пайдалы ботқа емес. Құрамында көптеген дәрумендер мен минералдар бар болса да, бұл ботқаның кемшіліктері бар. Біріншіден, оның массасының 70% крахмал. Манный каша сіңуі қиын глютен мен моносахаридті қамтиды. Ботқаны қалай дайындау керек? Пайдалы қасиеттерін жоғалтпау үшін кез келген дәнді дақылды дайындаудың 3 маңызды ережесі бар. Біріншіден, ботқаны дұрыс таңдаңыз. Екіншіден, пісірер алдында оны бірнеше рет жақсылап шайыңыз. Бұл шаң мен бөгде бактериялардан құтылады. Үшіншіден, ботқаны тек суға пісіріңіз. Сүтте пісіргенде клетчатка табадағы сүт маймен байланысады және холестеринді ішектерден тазарта алмайды. Ботқаны дәмді ету үшін оларға жаңғақтар, кептірілген жемістер мен жидектер қосыңыз. Ал сіз қандай ботқаны жақсы көресіз? Оларды тұтыну сіздің денсаулығыңызға қалай әсер етеді? Комментарияға жаза кетіңіз. Осы видеодан қандай пайдалы ақпарат алдыңыз? Соны да комментарияға жаза кетіңіз. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып қойыңыз.